4-ші модульдің 3-ші сабағы өкпе реніш абида тақырыбы. Абида тақырыбын көбіңіз білетін шығарсыздар. Мен талай рет курс жүргіздім. Курстарда абида тақырыбын көп талқылайтынбыз. Барлығы жылап, сықтап, сөйтіп терапияға барғандықтарын айтатын. Бірақтан өте үлкен процесс, егер де ол кәдімгі үлкен травма болса, балалық травма болса, сізге өмір сүруге қатты әсер тигізсе, қатты кедергісін келтірсе, онда сіздерге кеңес берем, терапиядан өтіңіздер. Психологқа, психотерапевтке барып, психолог кеңесшіге барып, терапия өтіңіздер, кеңес алыңыздар. Бірақтан инфантилді, яғни есеймеген адамдарда көбінде өкпешіл келеді ол адамдар. Себебі олар әлемді өзінен жоғары қабылдайды. Көп адамдарды идеал көреді, күшті көреді, ол адамды керемет санайды, сосын ол адамнан сол кереметтігі үшін көп нәрсе күтеді. Алла Тағаладан көп нәрсе күтеміз ғой, Алла Тағала құдіреті шексіз. Көп нәрсені күтеміз, үміттенеміз, и берсе берді, бермесе ренжімейміз. Ақиретте сауабы бар делінген, мына оқиғаны осы жерде айта салайын. Дұға жасайды бір адам, и ақиретке барған кезде оның дұғасы осы дүниеде қабыл болмайды, и ақиретке барған кезде көп бір үйілген сауаптар тұрады. Бұл не деген кезде? Бұл сенің дүние өмірінде қабыл болмаған дұғаларыңның жемісі осы жақта, яғни бұл дүниеде болмаса арғы дүниеде. Біз солай, мұсылмандар солай сенеміз. Алайда бұл дүниеде біз идеал көрген адамдардан өзімізше иллюзиямен бір нәрсені күтеміз, содан кейін ол нәрсені, ол кемшілігі бар адам орындай алмағандықтан, еще оған ренжиміз. Біз оның сыртына шаблон дейміз. Сен былай жасауың керексің, сен былай жасауың керексің, сен былай істеуің керексің. Бала деген былай істеу керек шешеге. Бәріне ярлык іліп тастаймыз. Кейін күтіп жүреміз. Кейін күтіп жүреміз. И бала жылады, үйіне қараған жоқ. Ашуланасың. Қараса болады ғой, оның да баласы ғой, ол қарап отыр, ал мен болсам тамақ жасап жүрмін. Не, тек мен балам екенмін деп ренжіп жүресің. Абида кетті, тағы да кетті. Қалды бағанағы конфликттерден жеке грандос қорғай алмай қалды. Қайтадан соларға ренжиді, ашуланады. Негізі абида үлкен ашудан пайда болады. Ашуланады деп тұрмын ғой. Ашуланады, сол санада қап қояды. И оны біз абида деп ойлаймыз. Негізі ол адамға шын туайтында жақсылап анализ жасап көріңізші. Неге абидасы бар адамдар? Ол шынымен де өкпелеу ма, әлде кәдімгі ашу ма? Негізі көбінесе ашу болады. Мысалға, күйеуім измена жасады, мен оған өкпемді, ренішімді әлі кешіре алар емеспін. Ол негізі өкпе емес, ол ашу. Ашу, қатты ашу, и ол норма. Ашулану ол норма. Себебі шынымен де ашу туғызатын нәрсе. Саған қиянат жасады, сені ренжітті, сені отзывать етті, мысалға қаншама сөздер айтып тастады. Ол ашулану дұрыс. Бірақтан оған өкпелеп жүру, ол баланың ісі да. Иллюзия жасайды. Немесе ата-анасына реніші, сепарация тақырыбында айтып өттім ғой, ата-анасына өкпелеп ренжіп жүреді. Сепарациядан өтпеген адамдар көбіне ренжігіш келеді. Сол ренжіп жүрген адамдарға айтарым, сіздер әке-шешені идеал құдай санамаңыздар, күйеуді идеал санамаңыздар. Мен өмірдегі кереметке, ол намаз оқиды ғой деп сенеді, намаз оқиды, ол вообще қателеспеу керек деген сияқты ұстанымдар да бар. Тіпті ата-ана намазхан баласына да сондай ұстаныммен қарайтын кездер болады. Ата-ана, менің балам намаз оқиды, ол маған қиянат жасамау керек, ол маған вообще ондай бір эмоция көрсетпеу керек деп ойлайды. Сондықтан ешкімді идеал санамайық. Біреуді идеал санаған кезде, одан бір нәрсені дәмеленген кезде бізде қиындықтар болады. Ешкімге міндетті емес. Ешкім еш нәрсеге қарыздар емес. Жасаса сауап болады, жасамаса ештеңе болмайды. Сондықтан да бұндай бір шаблондарды, ярлықтарды ешкімге іліп қоймаңыздар. Өкпе ренішке сіздерге тапсырма. Сізді өкпелеткен адам, ренжіткен, ашуыңызға тиген адамға 70 ақтау жазыңыз. 70-ке жетпеуі мүмкін. Даже 10-ға да жетпеуі мүмкін, себебі сіз қатты ашулысыз, эмоцияның жетегінде сіз оның жақсы жақтарын көре алмай тұрсыз. Просто ақтаңыз, мүмкін осылай болған шығар, мүмкін бағанағы конфликтовать етудегі тапсырманы осы өкпе реніште орындайсыз. Және ешкім идеальный емес, ешкімнен дәмеленбеу деген теманы да көбірек анализ жасап жүріңіз, жақсы ма?